Құрметті Ақтөбе қаласының тұрғындары және кішкентай біздің бөбектеріміз, бүкіл барша қауымға айтар тілегім, осы мына келіп жатқан біздің әлем бойынша коронавирус деген вируске байланысты мына үйде отырып, кітап оқып, балалар, кішкентай балалар, үлкендер де осы тәртіпке бағынып, сақтауларыңызды сұраймыз. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының оқырмандарына айтар тілегіміз: аман болайық бәрімізде, кітап оқиық үйде отырып. Мен мына кішкентай сәбилеріме, үйдегі балаларыма, мектеп оқушы балаларыма үйден кітап оқып, ертегілер тыңдатып отырмын. Сол сияқты енді мына келіп жатқан ауруға байланысты бәріңізді қайта ескертіп шақырам. Далаға шықпаңыздар, үйде отырыңыздар. Денсаулық бәрімізге керек. Әже болғандықтан мен мына немерелерімді, соның ішінде бүкіл мына қазақстандықтарды, Ақтөбе халқының бүкіл тұрғындарының барлығын шақырам, тәртіпке бағынып, үйде отырып, мына аз уақытта болса да кішкене өзіміздің денсаулығымызға көңіл бөлейік, үйдегі тірліктерімізді жасайық деп айтқым келеді. Енді мына кішкентай бөпелерімізге, балаларымызға мына өзімнің оқып беріп жатқан кітабымнан шамалы ғана үзіндік оқып кетейін. Осы кітаптарды оқып, үйде өздеріңіз теледидар қарап отыруларыңызды сұраймын. Баяғы заманда кірпі мен қоян мен кірпі. Баяғы заманда орманда бір кәрі кірпі өзінің 2 егіз баласымен бірге өмір сүріпті. Күндердің күнінде егіздердің бірі әкесіне шалғам әкелуге барлық кірпілер сияқты жайбарақат келе жатыр еді. Кенет орам жапырақтың арасынан бір қоян атып шығып: сәлем, мен сені жарты сағаттан бері бақылап отырмын. Айтшы, сен үнемі осылай жай жүресің бе? Тамақты тезірек жейтін шығарсың деп үміттенемін. Әйтпесе мына шалғамды жеп бітіргенше 1 жыл керек болар, дейді. Міне осындай ертегілерді оқып, басқа да хабарламаларды тыңдап отыруларыңызға тілектеспін. Амандықпенен көрісуге жазсын.